Құрма ағашы ең көне ағаштардың біріне жатады. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таң қаларлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтаған. Пайдасы зор құрманың адам баласымен нендей ұқсастығы барын да біле отырыңыздар. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Араб тілінде құрма ағашынан нахла делінеді. Аллах Тағала атамыз адамды жаратқанда ең әуелі топырақты елекке салып елеген. Еленген топырақтан адамды жаратып, електің үстіне қалған топырақтан осы құрманы жаратқандығы айтылады. Електің үстіне қалған қоқымға нахла делінеді. Сондай-ақ құрманың құрамы адам бойындағы барлық қажетті витаминдерге бай және денсаулыққа өте пайдалы екенін атап кеткен жөн. Байқағанымыздай, қазірде арабтар құрма ағашына нахла дейді. Демек, адам мен құрма ағашының арасында тығыз қарым-қатынас пен ұқсастық бар. Соларды атап өтетін болсақ, бірінші, адам секілді құрма ағаштарында орташа жасы 60-70 жыл, ал ең ұзақ жасы 100-110 жыл. Екінші, адам секілді құрма ағашының ең жемісті кезі 15-45 жас аралығында болады. 60 жастан кейін жеміс бермейді екен. Үшінші, құрма ағаштары да адам секілді аталық-аналық болып бөлінеді. Адам шашы тәрізді аталығының жапырағы тік және қысқа болса, аналық құрманың жапырағы ұзын және төмен қарай жайылып өседі екен. Төртінші, олар өзге өсімдіктер секілді тозаңдау жолы арқылы емес, ұрықтандыру арқылы көбейеді. Аталығының ұрығын алып, аналығына салып, қолдан ұрықтандырылады екен. Бесінші, жас ағаш ананың құрсағы секілді бүйірінен томпайып өсіп шығады. Белгілі бір уақыттан кейін ол аналық құрма ағашының бүйірінен бөлініп алынады да жақын жерге отырғызылады. Егер анасынан алыс жерге отырғызылса, өліп қалады екен. Алтыншы, адам басы секілді құрма ағашының да жоғарғы жағында жұмыратты домалақ басқару жүйесі орналасқан. Басқа ағаштардың жоғарғы жағын кесіп алып тастасаңыз, жанынан бұтағын жайып өсіп кете береді. Ал құрма ағашы олай емес. Жұмырасын кесіп тастасаңыз, ағаш қурап кетеді екен, яғни өліп қалады. Жетінші, адам сусыз өмір сүре алмайды. Құрма ағашы да басқа ағаштарға қарағанда суды көбірек қажет ететін өсімдік. Ағашты күніне суарып тұру қажет екен. Соңғы жылдарда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде құрманың көптеген қасиеті ашылған. Түркиядағы әйгілі Сема емханасының тағамтану және диета бөлімінің маманы Хайриди Мутлудың айтуынша, құрма лиф, минерал, фенол тұрғысынан әрі натрий, калий, магний, кальций, темір, фосфат секілді минералдарға өте бай. Атап айтқанда, ол құрманың қасиеттерін былай жүйелеп көрсеткен. Құрма протеин, май, көмір суын үшеуін қатар қамтитын бірден-бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді, жүктілік пен күнге күйеуден түскен дақтардан кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 витаминдерін қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына жөтелге пайдалы. Қатерлі ісіктен сақтайды, жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Жүйке жүйесінің шаршауын басады, мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді. Ас қорытуға өте пайдалы. Тойымдылық қасиеті өте жоғары. Жас құрманың бойында 60-65% қант болғанына қарамастан адамды семіртпейді. Жеңіл босануға септігін тигізеді. Босанған әйелдердің әлсіреген денесін тыңайтып, сергектігін арттырады. Сүт гормондарының қозғау арқылы нәрестеге сүт көп шығуына оң ықпал жасайды. Аллах Тағаланың Хазірет Мариямға құрма жеуге бұйрық беруінің астарындағы хикмет осы болса керек. Израильде жүргізілген бір зерттеулерде құрма мен алманы салыстырылған. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген. Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразасын жас құрмамен, жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған.
тіпті құрманы ауызашардың сәні деп те айтуға болғандай. Құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес береді. Бір сөзбен айтқанда, құрма түрлі витаминге бай, тойымды әрі емдік қасиеті мол ғажап жеміс.